Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы географиядағы салыстыру әдістері. Оқу мақсаттары зерттеу тақырыбына сәйкес салыстыру әдістерін қолдануды үйрену. Мына сұрақтарға жауап беріп, ойланып көрейік. Салыстырмалы зерттеу әдісі туралы алдыңғы география курстарынан не есіңде қалды? Неге бұл әдіс географиядағы ең негізгі әрі көне зерттеу әдістерінің бірі болып саналады? Есімізде сақтайық, салыстырмалы географиялық әдіс дегеніміз географиялық шындықты танудың ежелгі тура әдісі, географияның теориялық және қолданбалы есептерін шешуде қолданылады. Географиядағы салыстырудың дамуы және ерекшеліктері. Салыстыру географияның барлық саласында ерте кезден бастап қолданып келе жатқан ең кең тараған әдістің бірі. Салыстыру әдістерін қолдану арқылы нысандарының ұқсастықтары мен айырмашылықтарын кеңістік әркелкілігі анықталып, зерттеледі. Салыстырмалы әдіс географиядағы салыстырмалы әдістеме. Бір-біріне ұқсас, немесе жақын орналасқан, пайда болған кезінен қатарласып келген және құрылымы мен атқарымы бойынша әртүрлі, бірақ салыстыруға болатын кеңістік пен уақыт ішінде шалғай бірнеше географиялық нысандар процестерінің, қасиеттерінің және жағдайларының ұқсастығы мен айырмашылықтарын табу. Бір географиялық нысанның әртүрлі уақыттағы жағдайларын салыстыру. Географиялық нысандарды жіктеу, таксондау, жалпылау, бағалау және болжау кезінде негізгі әдістеме есебінде пайдаланады. Салыстырмалы әдіс арқылы зерттелудегі нысанның жалпы және ерекше белгілері мен қасиеттері анықталады. Географиядағы салыстыруларды бірнеше түрге бөлеміз. Біртекті нысандарды салыстыру, диахронды, синхронды түрде салыстыру, маңызды белгілері бойынша салыстыру болып табылады. Синхронды салыстыру дегеніміз біртекті нысандардың белгілері мен көрсеткіштерін бір уақыт кезеңінде салыстыру. Диахронды салыстыру бір немесе бірнеше нысанның белгілері мен көрсеткіштерін әртүрлі уақыт кезеңдері бойынша салыстыру. Баламалау әдісі басқа ғылым саласында жақсы зерттелген нәрсемен салыстыру негізінде балама табу арқылы зерттеу. Географиядағы салыстыру әдістері. Бүгінде салыстырмалы әдістер географияның барлық саласында қолданылады. Олар жер шарындағы геожүйелердің күрделі құрылымы мен ерекшеліктерін, өзара байланыстарын танып білуге көмектеседі. Өйткені салыстыру арқылы ғана географиялық ақпарат легінен нысандардың ерекше және басты белгілерін ажыратып, олардың ұқсастықтарын анықтайды. Бір нысанның әртүрлі уақыт кезеңдері бойынша диахронды қасиеттер мен көрсеткіштерін салыстыру арқылы нысанның үдерістің өзгерістері анықталады. Мысалы, бір қаладағы жылдық орташа температуралардың соңғы 100 жылдағы көрсеткіштерін салыстыру нәтижесінде климат өзгерістеріне қатысты қорытынды жасалады. Зерттелетін нысандардың аса маңызды белгілері мен көрсеткіштерін салыстыру нысандар туралы неғұрлым дәл білім алуға көмектеседі. Мысалы, екі көлдегі судың химиялық құрамын салыстыру кезінде. Ғылымдағы салыстырмалы әдістің негізін қалаушылар Карл Риттер және Александр Гумбольдт.
Салыстыру әдістерінің бірі баламалау әдісі. Мысалы, ежелгі грек оқымыстысы Платон жер шарын тірі ағзаға теңеген. Қазіргі кезде ғалымдар Азия экономикасын адамға теңейді. Жапония экономикасы оның басы, Қытай мен Үндістан аяқтары, жаңа индустриялық елдер қолдары, мұнай экспорттайтын елдер жүрегі деп есептейді. Салыстырмалы географиялық әдіс географиядағы қолданбалы зерттеулерде аумақтар мен елдердің көрсеткіштерін салыстыру арқылы ерекшеліктерін анықтау, оларды топтастыру мен жіктеу, болжам жасау мақсатында қолданылады. Салыстырмалы географиялық әдіс географиядағы қолданбалы зерттеулерде аумақтар мен елдердің көрсеткіштерін салыстыру арқылы ерекшеліктерін анықтау, оларды топтастыру мен жіктеу, болжау мақсатында қолданылады. Бір текті нысандар болып табылатын Оңтүстік Америка және Африка материктерінің субэкваторлық белдеулерін өзара салыстыруға болады. Нәтижесінде ұқсастықтар мен ерекшеліктері анықталады. Нысандарды салыстыруды синхронды бір уақыт аралығында синхронды түрде жүргізу арқылы белгілі бір құбылыстың аумақтық ерекшеліктері туралы білім алуға болады. Мысалы, Қазақстан облыстарындағы 2018 жылғы туу коэффициентін салыстыру. Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің деректері бойынша 2018 жылы еліміздегі ең жоғары туу коэффициенті Маңғыстау облысында болған 29,7 промилле көрсеткіші, ал ең төмен көрсеткіші Солтүстік Қазақстан облысында 12,9 промилле болған деп есептеледі. Салыстырмалы географиялық әдіс зерттелетін нысандардың, құбылыстар мен үдерістердің жалпы және ерекше белгілерін анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, шөлейттену үдерісі дүние жүзінің көптеген аймақтарына тән. Бірақ, оның аймақтар бойынша ауқымын, ерекшеліктерін анықтау үшін салыстыру қажет. Мұндай салыстырулар шөлейттенудің жер шары бойынша ортақ сипатын, жергілікті факторларға байланысты әрбір аумақтағы өзіндік ерекшеліктерін анықтауға септігін тигізеді. Сабақты қорытындылай келе, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Ғалымдар Италия мемлекетін етікке теңейді. Неліктен деп ойлайсыңдар? Бұл баламалау әдісіне мысал бола ала ма? Қандай ерекшеліктеріне қарай бұл теңеу айтылған деп ойлайсыздар? Үйге тапсырма. Европа мен Азиядағы елдердің орналасуындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды салыстырыңыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.